Бетін қарап қоймен жауап қойықшы. Осы біз зәртіп кетсеңіз болады ғой, хотя бы. План 1 минуттенге қойдық қой біз. Аудиторияға шындықты айтамыз дедік қой. Бізде бұзылып жатқан гүлдер жоқ па? Гүлдер бар. 50 гүл минусқа кетті. Мына уже болмайды. Сатуға келмейді. Адамдар көп та кіріп шығатынша, осыларды ұстап қалу. Мынаның беті әлі бітпеді. Біте ме ол, бітпей ме өзі жалпы? Ертең ғой, короче. Айыңның бәрі ертеңнен бітеді. YouTube-ға может шығарып қоямыз аккаунттарын. Аяқ киімді айырып қойып мына жерге. Осындай болады енді, бизнесқа қарамасаңыздар. Біреулер мына жерде гүл сатып отырмыз деген емес, аяқ киім келіп тұрып жатыр мүмкін да. Ойбай, кәдімгі арзан екен осы жерде. Мен YouTube-тағы оқырмандарым үшін 15% скидка беремін ғой. Тағы да бересіз бе? Бірақ айтсын YouTube-тан келдім деп. Иә. Мына гүлмен енді любой жүректі жаралайсың ба? Айтамайды, мен айтамаймын. Инстаграм бар екенін айттық. Плюс не жасалды? Мотолға алды. Таргет жібердік. Неудачный болды таргет. Соны айттық та. Жоқ, ол кезде таргет туралы әңгіме болған жоқ. Саламатсыз ба? Болды. Жаздым ғой. Таргет атпады деп. Айттық ғой, 100 доллар салып атпады деп таргет. Бастай берейін онда. 1, 2, 3. Қайырлы күн. Құрметті біздің реалити шоу, нольдан бизнес атты реалити шоуымыздың көрермендері. Сіздерге бүгін енді бір цифрларға жақындай бастадық. Мақсатымыз, жоспарымыз, план, факт, соны көрсетіп жатармыз. Сіздерден әдеттегідей білесіздер, реакция жіберіп, қолдап, комментарий жазып кетіңіздер. Енді біздің осы рубрикамыз көріп, шынымен де пайдалы болып жатыр ма айтасаңыздар. Егер пайдасыз рубрика десеңіздер, может тоқтата саламыз ба дегенде ой бар. Осыны бір өздеріңіз айтып кетіңіздер. Егер ары қарай бұның сіздерге, қоғамға, жалпы адамдарға пайдасы болмайтын болса, бұған не үшін уақыт өткіземіз деген бір ойымыз бар. Дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Өзіміз кәсібімізді жасап, ақшамызды таба берейік. Адамдарға оны бөліскеннен қолдамаса, реакция жіберу ерінсе, мысалы енді көп адам мен осыны сұрайтын. Тайымызда қандай кәсіп бастасам болады, нольдан кәсіп бастау үшін қанша ақша қаражат қажет, қандай нишалар қазір трендта деген бір сауалдың, осындай бір көптен қойылып жүрген сұрақтың артында тұрған бір жұмыс. Бұл өйткені мынау сіздерге контент түсіру оңай емес, бұның артында кәдімгі Саят мырза роликамызды түсіреді, бұны монтаждаймыз, бұны дайындаймыз, командамыз. Одан бөлек көп адамдар мен сіздерге айтайыншы, ешбір кәсіпкер біздің беріп жатқан лайфхактар мен құпияларын ешкім бөліспейді. Өйткені олар тауып жатқан сол жерден нан тауып отыр. Әрине, бұл да біздің нанымыз. Нан бөліскісі келмейді көп адамдар. Бұл негізі конкуренттер, ешкім өзінің есі дұрыс кәсіпкер негізі нарықта конкурент жасамайды. Бірақ біз шын жүректен аудиторияма, қоғамға енді осы бір пайдалы болсын деген нәрсені іспен, сөзбен емес, іспен көрсететін кәсіпкер болайықшы деген ниетпен сіздермен бөлісіп жатқанмын. Олай болса, көрейік. Осы рубриканы егер бір жақсы кері байланыс болса, ары қарай мүмкін осыны жалғасы табады. Егер ондай ойдағыдай болмаса, тағы да ойланшытамыз. Так, біз не жасадық? Бізде осы ноутбукты зарядталмаған. Осы біз зарядтап кетсеңіз болады ғой, хотя бы. Адамдар сонша әңгіме айтып жатқанда өзіңізге де. Қазір бізде жалпы маркетинг бойынша план қойдық. Алдыңғы неде көрсеттік, шыққан шығарылымда. Біз енді Instagram рилстар салу, TikTokқа видеолар салу, стрим жүргізу. Бізде қазір жұмысшылар іздеу процесіндеміз. Реклама берілді, 2 күн болды. Флористер өте аз өйткені. Сөйтсе көп флористерді гүл сататын адамдар 8 марттан 1 ай 2 ай алдын өздеріне тартып алады екен. Сөйтіп қазір дайын флористер жоқ, енді флорист үйретіп жатырмыз. Флорист өзіміз қазір бір баланы алып, соған гүл орап үйретіп жатырмыз. 2 күн болды, стримге шығып жатырмыз. Бүгін Алла қаласа тағы кешке шығамыз. Күніне сол 1 сағаттан шығып жатырмыз. Бүгін енді 3 сағат тест жасап көреміз. 3-ші күн одан кейін адамдармен стрим ашылған кезде басында 1 күн, 2 күн мүмкіндіктер аз болады, сен бір адамдармен қосыла алмайсың, көп адамдарға көрсетпейді, сондай нелер бар екен. 3 күн 3 сағаттан кіру, 3 күн кіргеннен кейін барып басқа адамдармен бірге прямой эфир жасай аласың, сондай нәрселер болады. Бүгін ашылатын болса, тағы да TikTok-тың охватын көтеру үшін сол нәрселерді жасап көреміз. Одан кейін бізде стримнен енді 2 күн шыққанның өзінде 10 подписчик келді. Бір күні 6, бір күні 4 подписчик келді. Айыпсақ дейінші. Подписчик жағынан. Қазір 1 секунд жауап берсең. Алла. Қараңыз. Нақты. Мынау қосыла ма? Қосылмай ма? Қосылды. Заряд қалды. Бетін қарап қоймен жауап қойықшы.
не жасалды онда битикті мына жаққа жаш. Істемейтін макбугын әкеліп бізге фантоваться етіп отыр. Бірінші Давай битик. Адамдарға негізі қызық нәрсе ақша ғой. Осы қаңтар айына қанша ақша қойдық план? біз давай онда планнан бастайық. Аха. План 1 миллион теңге қойдық қой біз. Қазір осы біз 15 күннің ішінде 397 мың теңге таптық. План факт деп жаз жанына. Факт. 397 мың теңге. Бұл біз негізі 15 күнде қанша табуымыз керек? 1 миллионның 15 күні 500 мың. Қазір бізде 600. Планнан 20% қалып келе жатырмыз. Факт, Енді қазіргі таңда 600 мың теңгені табу үшін не істейміз? 600 мың теңге табу үшін біз өткенде Бахор ханыммен отырып біз анализ жасадық планға бөлдік соны. Біз қазір 600 мың теңгені ақша қай жақтан келеді деген сұрақтың жауаптары бірінші біз Instagram, TikTok, Stream, Target, YouTube, одан бөлек тағы не болды? Сарафанка. Бізде не нәрсе іске аспады? Давай біз аудиторияға шындықты айтамыз дедік қой. $300 таргет жібердік, ол атпады, вообще 0 теңге болды. Бірінші біздің факап $300 не үшін деген сұрақ болатын болса, ол өйткені біздің бірінші проблема ол жаңадан басталып жатқан Instagram болған соң, ол адамдарға әлі де бір сенім бермеді, бірақ дей тұрғанмен біз көрдік, лидтің бағасы қанша, клиенттің бағасы қанша болады, адамдар ала ма қандай. Екінші проблема бізде таргет жіберген кезде ассортимент аз болды. Халықтың сұранысына сай біз бүткіл өнімнің қажеттілігін жаба алмадық. Бірақ қазір біз сол проблемаларды түсіндік. Адамдарға жалпы не сұрайды екен, не қызық деген сияқты нәрселер. Үшінші нәрсе, біз енді қазір қайтып сол проблемалардың бәрін шешіп, қайтып таргет жіберетін боламыз. Екінші нәрсе, біз кеше маркетолог келген. Бүгін ол маркетолог негізі уже 7 күннен асты істеген жұмысы. Бізге 1000 подписчик алып келу керек еді. Біз даже оған предоплата да бергенбіз. Бірақ бүгін маркетолог ауырып қапты. Бұл бір, енді шын ауырып жатқан шығар, бірақ екінші нәрсе, ол кісілердің айтқан уәдесі орындалмады. Дұрыс қой, 1000 подписчик келу керек еді. Енді бұл жерде жамандаған емес, шындық. Біз ол кісімен бір апта келсек, бір аптада 1000 подписчик, постоянно күн сайын түсірімдер болу керек деген. Бізде 2 рет кешігу болды, бір аптаның ішінде товар болмағандықтан. Біз товарды алып келгеннен кейін ол кісілерден күннен күнге андай съемканың уақытын ұзартулар көбейіп кетті. Қанша подписчик келді қазір бізде? 35 сондай болды. 35. Бір аптада. 1000 подписчик келу керек еді, 35 подписчик келді. Факап емес, беше болғанда бізде қазір не бергенбіз? Көреміз енді, ол кісімен бір жолығып алуымыз керек, сосын тағы да сіздермен бөлісетін болам. Бұны ары қарай қалай жалғастырамыз деген сияқты нәрселерді. Одан кейін қазір не қосып жатырмыз? Алла қаласа қазір біз айтып жатқандай стримді тест жасап жатырмыз. Бұны Алла қалап осы қаңтардың соңында тест жасап, стримнен бір табыс табу форматын түсініп алсақ, бірінші кезекте бізге қазір стримға тұрақты шығуды әдетке айналдыру керек, бір апта бойы. Ол басында қанша адам кіреді, қалай көп адам кіргіземін, қанша адам сатам деген нәрсе керек емес. Біз кірсек, сосын уже түсіне бастаймыз. Екінші нәрсе, енді біз тұрақты кірген адамдарды ұстап қалуды үйренуіміз керек. Үшінші нәрсе, сол ұстап қалған адамдарға енді бір арнайы ұсыныс беріп, сатуды үйрену. Бұның әрқайсысы өзінің бір жолы бар, бірақ басты құндылық бұл жердегі тұрақтылық. Әлеуметтік желіде біз тұрақтылықты әдетке айналдырсақ, тұрақты стримға шығу. Стрим деген, егер білмейтін оқырмандар болса, бұл TikTok-тың эфирі. Прямой трансляция дейді, тікелей эфиріне шығып, сол арқылы халыққа көрсетіп, подписчик жинау. Мынандай бір конверсия пока біздің басымызда шығып отыр. 450 адам кірсе, 4 адам тіркеледі, 600 адам кірсе, 6 адам тіркеледі. 1% пока кірген адамдардың санынан 1% тіркеліп жатыр. Бізде 1 миллион теңге қойылды, 397 мың теңге ақша таптық, енді примерно 600 мың теңге, 300 мың теңге ғой негізі. Соны біз осы ақша келетін жолдарға бөліп тастадық. Біз қай жақтан қалай ақша табамыз? Біз скорее всего қазір таргет жіберетін болсақ, таргеттен жақсы лид келсе, оларға сата аламыз. Примерно біз 200 мың теңгені таргетке қойдық. 600 мың теңгенің 15 күннің ішінде 200 мың теңгесін таргет арқылы тапсақ болады. Стримге 100 мың теңге қойдық. Тұрақты күніне 3 сағаттан шықсақ 100 мың теңге. Енді ол күнге бөліп тастаймыз ғой, 15 күнге.
TikTokқа 150 мың теңге қойдық. Бұл жаққа да тұрақты видео, пост не салуға. Инстаға да 150 мың теңге қойдық. Енді бұны қалай істейміз? Бізде қазір Инстаның планы орындалып жатыр. TikTok'та ана кісілерге бергенбіз. 3 видеодан артық салынған жоқ. Жаңа маркетологқа бергенбіз. Соны бүгін кешке бағана сөйлестім ол кісімен. Салмайтын болсаңыздар мен өзім сала берейін деп, өйткені сол кісілер олар айтты да, мен өзімнің бір видеоны атқызатын нелерім бар, уақыттарым бар, бірдеңе, короче, 2-3 видеоны бірден салсам атып кетеді деген сияқты ойларын айтқаннан кейін мен араласқан жоқпын бұл жағына. Одан алдын негізі өзім видео салып жүргем. Соның өзінде 100 подписчик жинаған болатынбыз. Қазір 110 подписчик болды. Оның 10 подписчигін стримнен жинап алдық біз. Соны енді бүгіннен бастап біз қайтадан TikTok'ты қайтадан өзім қолға аламын. Енді бұны 150 мың теңге Инстадан табу дегеніңіз адамдар түсінбей қалуы мүмкін. Бұны біз 15 күнге бөліп тастаймыз ғой. Сонда мен Инстадан бір күнде 10 мың теңгеге бір букет сатуым керек. Бұған істелінетін нәрсе 2 рилс салынады и бір пост салынады ғой. Бұны Бахур ханым екеуміз істеп жатырмыз. Қазір бізде бағана таңертеңде жаздым маркетологқа. Бүгін саласыздар ма, салмайсыздар ма? Салмасаңыз мен Бахур ханыммен отырып, бізде алынған бір контенттер бар. Дайын контенттер, соны сала берейік деген ғой. Бірақ ол кісілердің де жасап алған контенттер бар еді. Бір примерно 5-6 видео шығады оларда. Не соларды саптаймыз деп айтсақ, олар салынған жоқ. Дәл солай. TikTok'та да 15 күнге бөлген кезде 150 мың теңгеден 10 мың теңгеден. Күніне 2 видео болғанда. Енді рилстардың кішкене форматы басқаша болады. Бізде енді рилстарда 2 рилс қандай форматта шығады дейтін болса, бізде 2 рилстың форматын шығарып алдық. Біреуі продажный контент болады. Оны сол жерде жүріп, мысалға Ғайса ханым келсе бізге мобилді көріп, сол жерде сөйлеп, бізде осындай гүлдер, осынша бағада нақты ұсыныспен, нақты клиенттерге түсінікті болатындай продажный видео түсіреміз. Ал екінші Ахват. Ахватқа жаңағыдай трендтегі видеолар, Ахват жинайтын видеолар бар, гүлдегі әдемі локацияларда сондай видеолар. Постты бағырғаным өзім пост салып берем деді. Фотолармен басқаша қылып жазып адамдарға әсер ететіндей. Дәл солай TikTok'тың форматында тренд видеолар. TikTok'та ататынандай шаблондармен, приколдармен осы 2 форматта біреуі продажный болады. Сол форматта саламыз дедік. Енді стримге күніне 3 сағат шығамыз дедік. Қазір 2 күн қатарынан шықтық, кешке шықтық екеуінде де. Бірінші күні біз процесс көрсеттік. Яғни бізде үй гүлдерін сатамыз дедік алдағы уақытта. Үй гүлдерін сататын болғандықтан кейін бір горшокта үлкен болып тамыр жайып кеткен гүлді 2 горшокқа бөлетін процессті шығарған кезде біз 650 адам кіргіздік 1 сағатқа жетпей. 650 адамның ішінде біз адамдардың назарын ұстап отыра алдық. Сол кезде 9, 10, 11 адам бізге кәдімгі гүлге қызығушылық танытты екен. Біз ол жерде стримнің де өзінің форматтары бар, тоқтамай сөйлеп отырдық. Қараңыздар, мына жерде мынандай қателік кеткен, мына қателікті жасама, адамдарға пайдалы болу. Сондай процесс көрсеттік. Кеше біз тағы да бір форматты тексеріп көрдік. 2 түрлі букетті шығарып, сол жерге лайк басқан адамдарға жаңағыдай подарка береміз. Бізге не қылыңыздар деп жатқанда телефонымызды шықып, бір 43 минут қайттан қосылған кезде статистикасын қарасам, 450 адам кірген, 4 адам тіркелген. Енді бүгін кешке енді 2 адам бар, қазір менде магазинде. Сол екеуін жаңағыдай кешегі форматта тағы да стримге шығарам. Таргетке бізге видеоларды жаңа кісінің маркетолог кісінің 2 мобилогрупп таргетологы болған. Солар маған контент береміз деген, сол контенттерді жіберілген жоқ. Негізі бүгін таргет Ғасырбек мырзамен қосылу керек болған, кеше ескертіп айтқанбыз. Маркетолог мырзаны жаңа азанда да ескерттім. Таргет жібереміз десе, кешке жіберейік дейді. Жаңа кешке жасақ мен ауырватым дейді. Сол кішкене процесс ұзарып кетті. Бүгін кешке сөйлесеміз, таргетті ертеңнен бастап қосамыз. Бір жағынан табар болмай тұр. Табар астымыз басқа неде магазиндерден кішкене қымбаттау болып тұр. Қазір өйткені көп жерде гүл болмай тұр екен. Гүл келеді, тез тарап кетіп отыр да. Көп жерге алдын ала предзаказбен жаңа заказ беру керек екен. Ал енді және TikTok'та, Instagram'да жаздыңыз 10 мың теңгеден деп. Мына стрим мен таргетті бөлмейсіңдер ме күнге? Бөлеміз. Бұны күніне бөлген кезде 6660 теңге ме сондай. 15-ке. 15-ке, иә. Ал таргетті бөлген кезде 13 мың теңгеден ба түскен күніне. Формат тауып алу керек. Қазір бірінші ақшаны жазамыз ба, или уақыт жазамыз ба? Таргетке қанша видео бересіңдер? Таргетке 10 видео береміз. Қазір бар ма 10 видео? 10 видео бар. Қашан дайын болады? Бізде негіз Бахурханмен ойласқанда негіз 10 видео бар. Дайын видеолар ғой, бізде Инстаграмға салынған өткенде. Сол форматты түсіріп көремін. Разговорный видеолары да бар да бізде. Біз ойладық,
басынан тағы да 5 видео түсіріп береміз ба деп. Өйткені гүл келмей жатыр да, гүл таппай тұрмыз. Ертең жексенбі күні гүл келеді. Біздің бір автовик бар, сол алып жүрген кісіден жексенбі күні гүл келеді деді. Саған хабарласам, алдын ала жаңа енді ол автовиктермен келісім жүргізілді да. Таныс болдық, енді таныстарды таптық. Сол кісі мен саған жексенбі күні келген кезде осындай гүлдерді жіберіп алып қалам. Если что, содан если сол гүл келсе, контентке тағы да 5 видео артығымен бере аламыз. Оны өзім түсіріп беремін жаңа. Бірақ ол разговорный видео болады, точно продажаға арналғанша. Одан кейін жақсы алынған нәрселер, нарықта тағы да бір қарап шықтық. Мысалға гүл сататын мынандай гүлдің өзінің сегменттері болады. Сіз айтып жүрсіз ғой, қазір біз ортаңғы сегментке барамыз ба деп. Мен төменгі сегментті бір зерттеп шықсақ, төменгі сегменттің өзінде голландский розалардың бағалары өте қымбат екен. Біз өткенде сатқан бағалардан олар 200-300 теңге қымбат сатып жүр екен да. Бізде арзан ба пока? Бізде пока арзан болып тұр. Біз көп қосқан жоқпыз ғой үстіне. Құрметті оқырмандар, дәл осы сәтте сіздерге айтарымыз, қазір бізде пока гүл арзан. Нарықта бағамыз арзан болып тұр. Сондықтан заказ беріп үлгеріп алыңыздар. Мына жерге номер шығарайын. Кез келген гүл, роза болсын, тюльпан болсын, хризантема, гортензия кез барлығы келген. арзан Даже тіпті біз осы жақында неге бердік? Корпоративтарға, командаңызға заказ берсеңізде бізде керемет жеңілдік бар. Және біздің YouTube арнамызға да жеңілдіктер бар. Заказ берсеңіздер, мархабат. Алматы қаласында андай. Бұл реклама емес деп. Алматы қаласында енді барлық адам білетін Тастақта гүл сатылатын жер бар. Сол жақтың бағаларын да салыстырып көрдік. Сол жақтағы таныстардан сұрадық. Сол жақтың өзінде голландский розаларды қымбат сатады екен. Өйткені барлық адам сол жаққа арзандап бара береді ғой. Негізі былай қарап тұрсақ қатар разница жоқ екен. Олар жақта да қымбат екен. Ал біздің баға айта аласыз ба қанша мысалы? Баға бізде мысалы голландский метровый розаны, таза кәдімгі метр деп сататын розаны 1000 теңгеден сатып жатырмыз да. Ол жақтан 1200-1300 кемі. Әне. Көрдіңіздер ғой, оңай емес. Бұл үнемі тұратын баға емес, ертең қымбаттап кетеміз бізде. Одан кейін біз Тайырмырза бізге әрдайым айтып жүретін, біз арзан гүл, одан кейін арзан гүлді, мысалға қазір 15.000 теңгеге 51 роза ал деген таргеттер шығып жатыр ғой. Сол контентті түсірейік деп мен ұсыныс жасағыңызда сіз одан бас тарттыңыз, бірақ мен соны таныстардан сұрасам, дұрыс болған деген содан бас тартқанымыз ғой. Өйткені ол жаңағыдай ұзақ тұрмайтын гүл, одан кейін качествосы нашар. Былай қарасақ, объем кішкентай болады да, 15.000 теңгеге адам алған кезде екінші рет алмай қалады. Яғни бір клиентпен екінші, үшінші рет жұмыс жасай алмайтын форматтағы сондай брендтік сатылымдық гүлдер екен да. Ол адам екінші рет сенен гүл алмайды, не қарғап кетеді деген сияқты. Риза болмайды ғой, иә? Сол үшін қазір бізге одан кейін осы так қара, бізде қазір тугис қосылды. Тугис қосылды, иә. Тугистен 3 адам жазды. Тугистің тағы да өзінің тарифтері бар екен, соларды қоссақ болады. Тугистің тарифі бізге қазір 2 миллион теңге ұсынып отыр, иә? Алматыда конкурент көп екен. Өкінішке орай, тугистің бізге қуанышқа қарай. Біз пока енді қоса алмаймыз, өйткені қазір ондай бюджет қарастырылмаған, тугистің өзіне тек 2 миллион. Сол үшін біз пока тегін форматын қосып қойдық. Иә. Тегін форматы бар, Галактика Флорис деп жазса, Назарбаева 53 адресінен шығып тұр. Бұл, кстати, адрестарын осы YouTube-тың соңында қойып қойсақ болады, иә? Иә, болады. Тугис арқылы өтіп, кіріп көрсеңіздер болады, описанияға қойып қоямыз. Тугис қосылды, Instagram бар, TikTok бар, стрим қосылып жатырмыз әлі де. Осы жерде бір нәрсе айтып кетейін, біз еще қазір үйдің де гүлдерін сатуды жоспарлап жатырмыз. Енді ол жайлы бір келесі рубрикада сіздерге арнайы көрсеткіміз де келіп тұр. Мүмкін келесі аптаға халқым сол гүлдің біреуін осылай разбор жасап, может бізге көрсетіп жібереміз. Мына гүлдерді қалай пересадка жасау керек, не үшін бұны сатып жатырмыз, бағасы қанша деген сияқты. Үй гүлдерін қазір оптым алатын жерде 2 жер таптық. Көп емес екен одан да. Аптавик табылды. Жазып қойыңызшы осы жерге. Бізде қазір неше аптавик бар? Қазір 8 аптавик бар. Бізде 8 аптавик бар. Бірінші маңызды нәрсе, мен алдында да айттым, кәсіпте сатудан бөлек біз алуды да білуіміз керек. Нарықты салыстыруымыз керек, бағаны салыстыруымыз керек. И бізде тұрақты аптавиктер болу керек. Өйткені аптавик тұрақты болмайтын болса, гүлдерде перебойлар өте көп болады, иә? Гүл бітіп қалады, азайып қалады деген сияқты нәрсені. 1-2 аптавикке байлану ол дұрыс емес екен. Андай ғой, мысалы бір аптавиктің алған өзінен басқа гүлді мен басқа жақтан доставкамен алдыртып жатырмын да, жаңағы біреуінен шықпаған гүл біреуінен шығады, сондай әрқайсысын жинап алуға болады екен. Иә, одан кейінгі нәрсе бізде тугис қосылды. Тағы бір нәрсе маңызды, бағана біз осы тугистарды нені қосқаннан кейін уже біз сияқты 2 ай бұрын, 1 ай бұрын ашылған
гүлдің иелері де жазып жатыр, иә? Иә. Не деп жазды? Бірге жұмыс жасайық. Андай прямой жаңа оптым алатын гүлдерді, мысалға біздің кәдімгі өзіміздің қазақтар Голландияға барып, біздің қазақтардан заказ жинап, сол жақтан арзан бағада салып жібереді екен. Енді оларды оптовиктер сол форматқа көшейік деп жатыр да. Мысалға бізде қазір мынандай формат қой. Ол кісілер өздерінің бағасын сатып алады да, бізге салып жібереді. Мына жаққа келгенде үстінен бағасын қойып тағы сатады да бізге. Ал біз ол жаққа прямой заказ беретін болсақ, бір рет қана оплата төлейміз, 100 теңге, 150 теңге арзан болады. Енді 100 теңге, 150 теңге деген ол үлкен количество алған кезде қатты рөл ойнайтын ақша ғой. Содан сондай адамдар бірге заказ берейік деп ұсынысып жатыр. Уже 2 адам шықты. Біреумен уже сөйлесіп, алдағы уақытта заказ берсек болады. Бір қызық айтып кетейінші. Сол заказ берген нелерді қарасақ, біз енді жалпы адамдарды көреміз, минус плюстарын зерттеуге тырысамыз. Қандай плюсы болса, сол плюстарын алуға. Көбінде магазин ашқан кәсіпкерлердің проблемасы әлеуметтік желі жүргізбейді. Иә, маған айтады, сендер TikTok, Instagram жүргізіп жатсыңдар, точно клиент келе ма деген сияқты сұрақ қойып отыр ана кісілер. Қанша болды ашылғаныңызға десем, 2 айдан асып жатыр да. 2 айдан асып жатыр. Саудаңыз жақсы ма десем, жақсы дейді да, бірақ 15 мың теңге, 20 мың теңге дейді. Сізді қалай істеп жатсыз десем, менде сырттан келеді дейді адамдар. Алдан өткен адам кіріп шығады дейді. Сондай форматта отырып қалған, ол форматта негізі қиын. Былайша айтқанда 10-20 күнде 15 мың, 20 мың теңге деген аз деп ойлаймын. Өйткені қанша ремонт, ана әдемі қылып жасаған магазинда. Енді оған онлайнда Инстаграмын көрсем, 2 ай бұрын ашылған, 100 подписчик ода, нелер рилстар салынбаған, тек фото салына берген. Сондай форматта. Былайша айтқанда қалып бара жатыр деп ойлаймын. Одан мысалы бір қыз біз әлі де Инстаграмнан қарық қылатқанымыз шамалы, бірақ ойымызбен бөлісіп кетейін. Көп жағдайда көп гүлдерге бір жан жетіспейді. Бәрі фото сала береді, или жәнегінде тек қана бір атып кететін видеолар сала береді, бірақ жан жетіспейді. Сол біз қазір жанды ойластырып жатырмыз. Негізі Ғалымжан мырза орысша жүргізсе мықты болар еді. Ғалымжан мырза, орысша жүрсеңізші. Орысша қиын болады да. Мықты жүргізген. Алдын бізде Хани деген Instagram, TikTok болған. Сол жақта ойбой, хит болатын еді Ғалымжан мырза. Соны жүргізу керек сияқты орысша, ататын сияқтымыз негізі. Стрим қосылды, TikTok қосылды. Так. Қосылды. Дүкенімізде қандай өзгешеліктер бар? Барып көреміз бе? Қазір онда дүкенге барайық та? Соңғы ремонт жұмыстары жасалды. Адамдар бар ма? 2 адам бар сол жерде. Онда барып көрейік. Сіздер де битіңіздер енді өтініш, бағана айтып жатырмын ғой. Біздің дүкенімізде бір өзгерістер көріп жатсаңыздар, немесе егер көрмеген болсаңыздар, өтіп алдыға осы рубрикаларымыз көріп шығсаңыздар, нөлден біз қалай бастадық? Бірінші часть, екінші часть, үшінші часть көріп, қазіргі дүкеніміздегі өзгерістерді бір жазып қойыңыздар. Кері байланыс бұл бізге де бір сабақ болсын, бізге де бір кері байланыс болсын. Мұндай өзгертті деп өйткені біз уже 2 рет ремонт жасаттық. Соныға сіздермен бөлісетін боламын. Сіздер пока реакция жіберіп, осы мына немізді, бағдарламамызды елдерге бөлісіп отырыңыздар, жақындарыңызға қолдап отырыңыздар. Бізде не жасалды? Магазиннің ішінде тағы не жасалды? Көріп тұрғандарыңыздай бізде мынаның іші тағы бір рет ақталып шықты. Ақталып. Бояу болып. Бояу, цветіміз өзгерді. Көріп тұрмын мына жерде. Қаржынан бәрі төбемізді бірнеше тонға ағарттық, көрініп тұрған шығар. Мына стенімізді бежевый цветке аппақ еді ғой. Мынаның бәрі қайтып ақталып жатыр, ремонтталып. Мынаның іші айтпақшы өзгерді. Көрініп тұр ма? Көрінбей тұр ма? Алдымыз көрсеттік пе, көрсетпедік пе? Мынаның іші өзгерді. Айтпақшы цвет құрдық. Қараңыздар, мына цветтерді қазір енді пока гүл жоқ болған соң, әлі контурын реттеу керек. Жап-жарық болып тұр. 8, бірінші 4-ті құрдық. Болмады 6-ау қойдық. Қатты болмады, енді 8 қойып қойдық. 4-ті. 8 не қойдық? Өкінішті бір нәрсе бар, осы комнатадағы мынаның беті әлі бітпеді. Біте ме ол, бітпей ме өзі жалпы? Күндегі сөйлесеміз әйтеуір. Ертең ғой, короче. Әңгіме бар, ертеңмен бітеді. Кеше ертең деп айтты, бүгін хабарлассам, менде размер жоқ дейді. Сөйтіп өздері жасаған, өздері алып кеткен размер негізі. Өздері сызып алған. Сөйтіп бағана хабарлассам болды, қой бер, таптық дейді. Сөйтіп кешке қайтадан линейкамен өлшеп жіберші дейді. Сондай нелер, әңгімелер. YouTube-қа может шығарып қоямыз аккаунттарын? Аккаунттарын білмедік оны. Бізге бір таныс кісі тауып берді ғой. Ол мебельчиктерді. Анау люди должны знать своих героев деген бар ғой. Ол кісі, бірақ бізден мебель алған кісіні біраз адам таниды ал Қазақстанда. Таниды? Негізі танымал жігіттер, танымал жігіттер. Айтайық па сіздерге? Айтыңыздаршы, может солар көрсетеміз. Ұят болады ғой бірақ.
ер есімі ел есінде деген нәрсе. Дұрыс жағын, дұрыс емес жағынан болып қалатын сияқты. Иә. Бізге бүйту керек қазір. Мынаны толтырайық, мына ішін бір жуу керек, реттеп. Иә. Жуу керек, сосын наклейка жабыстырамыз ба? Осылай тұрамын. Төбесіне жабыстырайық. Наурат осыны дұрыс болған сияқты. Дұрыс па? Соны ойластыру керек, көру керек, мынаны жабыстыру керек. Мына ішін толтырайық, жуайық. Хазикті. Так, одан кейін сыртта свет қойдық, қосымша. Енді жазуларын ауыстыру керек, Иә. Қашан бітесіз? Жазу енді форматын дұрыстау керек болып тұр, қайсысын қоятын. Қандай формат? 4-3 жаңағыдай қаптаймыз ба, әлеп мен осы қылы жаздыр десеңіздер жаздырамыз. Гүл деп. Екі шығым болып кетейін деп отыр. Мына жақ бетектен, мына жаққа цветы деп жабыстырайық. Жазу шығарайық. Мына жаққа жәнегі атын жазып қояйық. Цветочный марка. Арғы беттегі 4-3 сияқты қаптамаймыз ба, иса сөйтіп қапта дейді. Жоқ, ол надпись жазады. Сондай надпись шығарса, цветы деген надпись шығарайық. Осы жаққа, сол жағына. Қошы. Түсіндің бе? Сосын мына жерге бізге мебель керек. Мебельшіктер, кстати, бедейін ба? Осы жерін табайын ба мебельшіктер? Сөйтіңізші мебель Көріп атқан таныстарыңыз болса, мебельшіктер, өтініш, келіңдерші бізге. Бізге мына жерге пол керек. Мынау, кім сен аяқ киім ба? Асқат. Аяқ киімді айырып қойып мына жерге. Қалай кептіріп жатырмын аяқ киімін. Осындай болады енді, бизнесқа қарамасаңыздар, біреулер мына жерде гүл сатып отырмыз деген емес, аяқ киім кептіріп жатыр мүмкін да. Мына жер бізде әлі ресепшн болу керек, бітпей жатыр осы жер. Ресепшн. Несін сызып қойдық. Примерно қалай болатын барлығын. Визуал бар, Визуал бар. Мынау жабылу керек. Мына жерге полка бола ма деген, пока полка қоймайтын сияқтымыз. Мына жерге кішкене полка болса, ресепшн болса, мына жерге бір вид келіп қалады. Гүлдеріміз. Сосын мына жаққа мына беті пайда болса, гүлдеріміз шықса, келесі бағдарламаға дейін мына беті біте ме? Бітеді. Келесі бағдарлама бір аптадан кейін шыға ма? Көреміз енді қазір. Бір аптадан кейін шықса, менде уже 20-сына мебельчик бар. Сол кісі келіп, мына жерде 3 күнде бітіріп беремін деп уәде берді енді. Мебельшіктердің уәдесін білеміз, Мына жер? Бұл жерде қазір енді Қыздар пайда болып отыр екен. Маржан ханым, Асқат мырза бар. Қазір бұл кісілер стрим 3-ші күн ғой. Сосын қазір қосып бастап жатыр. Қосылып тұр ма? Қайсы? Бага гүл. Адамдар кіріп шығып жатыр. Енді бұл адам ұстап қалу үшін сөйлеп тоқтамай қалу керек. Тоқтамай? Тоқтамай сөйлеп тұрса, негізі кеше біз 8-9 адам ұстап отырдық қой. Мына гүлдер тұра берсе өліп қалмай ма осылай? Стрим үшін жаңа 1 сағат, 1,5 сағатқа шығарамыз. Бізде холодильник бар. Холодильниктен қорықпайсың ғой. Бізде бұзылып жатқан гүлдер жоқ па? Гүлдер бар. Басында ең бірінші келген. Енді осы жерде тағы бір артықшылық. Пока минусқа айырып жатырмыз. Бұл минус бұзылғанда қараңыз, түрі нормальный. Бірақ гүл шаршағанда, өйткені бұның келгеніне қанша гүл минусқа кеттік? 53 гүл. 50 гүл минусқа кеттік. Мына уже болмайды, Бірақ бұл өзіміз алып, өзіміз үйге алып кетеміз. Үйге апарып қойсақ, негізі тағы да бір 3-4 күнге үй температурасына шыдап береді. Мына холодильниктің ішінде тұрғанда 20 күн болды мынаны. Әлі шіріген жоқ, сасыған жоқ, мына қараңыздар, жапырақтары әлі свежий болып тұр да. Бірақ сатуға келмейді. Сатуға келмейді. Біз сол үшін мұны сатып жатқан жоқпын. Мұна негізі басқа жақтарда мұны бір аптада жапырақтар сарғайып түс бастайды. Гүлі голый болып қалады. Стримға бережіз, ютубқа бережіз болмайды? Ютубқа ет болады. Бұл кісілерге басқа гүл берейік онда. Осындай, қазір закуп алынып жатыр. Мына астына өткенде сіз айтқан линолеум төселді ғой міне. Мына жерге пол өзгертті міне. Мына жерде бізде пол жоқ еді, линолеум төседі. Өйткені су тиеді. Тағы да еще ауа температурасын ұстайды деген нәрсемен. Мынаны шығарып қойдық, сосын прямой складтың ішіне су шығардық. Мына жерге су керек, сол үшін ана жерден біз тесік жасап. Көп магазин, ағып тұр. Көп светошнилардан андай складтың холодильниктің ішінде су жоқ. Аппаратта мына жаққа суды тасып жүреді клиенттерге батса. Енді біз осының ішінде су қойып, осының ішіне кесіп, осының ішіне сала беруге де болады. Жүйе десеңізші бізде. Қазір басқа уровень десең. Стрим не болып отыр қазір бізде? Стрим енді қазір бастаймыз, жаңа қосылды. Уже қараңыз, астынан адамдар кіріп шығып. Андай, адамдар көп та кіріп шығатынша. Осыларды ұстап қалу. Осыларды ұстап қалу. Осылардан ұстап қалу үшін осы жерде түрлі кешеде гүл беру форматы, лайк басқан адамдарға деген сияқты түрлі форматтар тешілсі көріп атық. Процесс көрсеттік, горшоктарды, гүлдерді, орындарын ауыстыру, соларды көрсеттік. Пока енді Асқатпен қазір осы жерде өзіміз кеше екеуміз ауысып шыққан болатынбыз, бүгін Маржан ханым қосылып шығады бізге. Болса, формат. Не гүл мынау? Бізде голландский
Красный роза Мынау 80 қанша штук? 80 сантиметр, бұл жерде 45 штук. Қанша теңге? Бұл бізде бағасы 800 теңгеден ғой. Ал 80 сантиметр розаны 800 теңгеден қалада сатпайды. 45 штук, сонда 40 штук, 32 мың болса 5 штук, 4 мың 36 мың ба? Иә. Мен ютубтағы оқырмандарым үшін 15% скидка беремін ғой. тағы да бересіз бе? Иә. Өткен жолы да бердік, енді осы жолы. Мынау енді бұны 36 мыңнан 15% болса 3600, 5 мың, 31 мың ба сонда? Иә. Точно ма? Точно, Айтасыздар, точно. 31 мыңға мынандай букет алсаңыздар болады. Бүйтіп көрсетіңізші бізге. Бірақ айтсын ютубтан келдім деп. Иә, ютубтан келдім деп айтыңыздар. Мынандай букет Тағы саласың. ютубтан келмей оны. Мынау ше? Бұл енді бұл жерде хризантема мен спирироза голландский. Енді бұның ұзындығы да примерно 70 сантиметр. Букеттің объемын қараңыздар. Үлкен. Оның бағасы 27 мың теңге. Ой ба, арзан екен ғой сіздерде. Иә. Ютубтан деп жатсаңыздар, номер қалдырсайын ба? Қалдырыңыз, иә. Біздің Galactica Flowers'қа ютубтан деп жазыңыздар. Сізге Ғалымжан мырза бірінші скидка жасап береді, керемет баға, мощный баға жасап береді. Мына гүлмен енді любой жүректі жаралайсың ба? Айтамайды, мен айтамаймын өйтіп. Любой Отасы бар десең. керек адамдарға мына гүл енді өтейін деп тұр ғой. Мощный офер болайын деп тұр ғой. Иә, күшті ғой. Не нәрсе бар енді мына жерде бізде әлі бітпеген? Қашан бітеміз жалпы өзі? Бітеміз. Әлі екі шығарылым болды. Мына столдың жағына біткен жоқ. Іштегі неміз біткен жоқ. Ветеринаның заттары не кассаның орны қалды ғой жаңағы. Ресепшн. Сол қалды. Алдағы уақытта енді келесі айларда қоса беретін нәрселер бар. Енді мына жақтарға полка істеп, просто полкалар болады, дуалға қатарлатын, сол полкаларды істеп, үстіне коробка қоюға, тағы да әдеміліктер беруге болатын. Сол жерлерге үйдің гүлдерін қойып тастауға болады. Мына жаққа сондай форматтарды қазір кеше көріп бір видеолардан сондай ой келді. Мына жаққа қойып тастау керек пе? Мына жаққа да үйдің гүлдерін қойып тастауға болатына. Негізі астынан бастап қатар істеп тастауға, полка істеп тастауға болады да, үйдің гүлдерін осыларға толтырсақ та болады. Үйдің гүлдерін ба? Мишкаларшы? Мишкалардың да форматын қазір пока таппай тұрмыз. Үйдің гүлдерін терезенің алдына қойсақ болады, сыртқа вид беретін. Сол мишканың несі бізде қазір іште дайын полкалар бар, алдын көктөбе суын алған. Сол полкаларды да тағы да қолданамыз. Сосын бізде еще бүгін сіздерге мақтандым ба? Мындай худи пайда болды. Арнайы шығарылым үшін көрдіңіздер ме сіздерге? Артында жазу бар ма? Артында жоқ. Артында жазу жоқ екен, иә? Артында жазу бар деп айтқан алдында айтыр. Мықты брендтердің жазулары кішкентай болады дейді ғой. Артында жазу бар, жаңып кетті дейді. Ладно, өкінішті. Алдында пока жазуымыз бар. Қолмен тіктін, Бақыр ханым. Өзім тіктін ғой. Так, басқа? Не айтамыз? Енді келесі шығарылымға дейін осы жұмыстар бір апта болатын болса, примерно бір аптаның ішінде бітетін шығар, өйткені соңғы 2 күнде қатты мебельщиктер хабарласып уже бітіруге әрекет жасап жатыр еді, бітіріп беретін шығар деген ойдамыз. Алдын хабарсыз кетіп қалған еді. Соңғы 2 күн болды, қайта хабарға шығып жүр өздері. Ресепшнді бітіріп қаламыз 24-25-не дейін осы айдың. Біз алғашқы, бүгін рубриканы айта кетейін, біз алғашқы 400 мың теңгеміз таптық. Біз әзірге алғашқы 400 мың теңге ақшамызды таптық. Ол жерде не әсер етті десеңіздер, бұл біздің сарафанка, таныстарымыз әзірге алып жатыр. Сәтсіз нәрселердің барлығын көрсеттім. Бағана не нәрсе бізде болмай жатыр, болып жатыр деген сияқты. Келесі аптаға қандай мақсат десеңіздер, біз қазір стримді қолға аламыз. TikTok'ты қатты белсенді алып күніне 3 сағат кем. Дұрыс па? 3 сағат сем TikTok'ты және келесі аптадан бастап YouTube'та біз осы Galactica Flowers гүлдерге арналған, мүмкін атын өзгертеміз, атын басқаша қыламыз ба, YouTube-қа контент жасап шығарамыз. Қазақ тілді, сапалы, үй жағдайында қалай гүлді ұстау керек, гүлге не керек, қалай қопсыту керек, гүлді қалай тірілту керек деген сияқты өте көп лайфхактар беретін боламыз. Оны да көріп жүрсеңіздер болады. Енді біз гүлге өте белсенді түрде кірісіп жатырмыз. Контентына да жалпы Алла тағала ұзағынан сүйіндірсін осы кәсібімізді. Сіздер білесіздер, бізді қолдап, реакция жіберіп, бізден гүл заказ беріп, шабыт беріп, басқа және өздеріңіздің әлеуметтік желілеріңізге салып, қолдап қойыңыздар. Енді өйткені сіздер үшін жасалып жатқан контент, бұл енді контент шынымен де шабыт беріп, сіздерден бір кері байланыс болмаса, бізге де негіз мағына жоқ. Бекерден бекер өзіңмен өзің сөйлей бергенде. Сондықтан достар, күтемін сіздерден кері байланыс.